Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге бал қаймақ арнасы менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз алмалы пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге туралған алма, жұмыртқа, шекер, қаймақ, май, ұн, разрыхитель, ванилин және ас содасы қажет болады. Бұны жасағанда өте дәмді болып шығады. Түрі былай онша емес болып көрінгенмен, бұл дәмі ерекше. Үлкен кісілерге жасап берсеңіздер өте керемет, жұмсақ болып, ауызда еритін пирог. Бұны жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді шекер, ас содасы, разрыхитель, ванилинімізді барлығын салып араластырып аламыз, және жұмыртқамызды, қаймағымызды салып араластырамыз. Ал сармайымызды ертіп құямыз. Мен ертіп құйдым. Ертіп құйып, әдемлеп қамыр илейміз. Қамыр илеп, қамырымызды осындай жұмсақ қамырымыз шығады. Осы қамырымызды алып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымыз тынығып тұрғанда біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін 4-5 дана алманы осылай турап, сармай салып, табамызда үстіне шекер салып, табамызда пісіріп алатын боламыз. Пісіргенде осындай әбден шекері еріп, алма өзіне барлық шекер мен майда сорғанша осылай пісіріп қуырып аламыз. Қуырып алып, енді дайын болған тестамызды холодильниктен шығарып, осындай табаға салып, әдемлеп орналастырып аламыз да, үстіне салмамызды салып шығамыз. Енді қалған екінші қамырымызда осындай бетіне домалақшалар жасадым. Үккіштен өткізіп те жасауға болады. Әртүрлі өзіңіздің фантазияңызға қарай әртүрлі бетіне әсемдеуге болады. Мен осылай домалақшалар салып, бетіне домалақтап салдым. Енді қызып тұрған пешке, беті қызарғанша пешімізге салып аламыз. Оңай әрі тез болатын, жегенде тілі үйретін, жұмсақ осындай алмалы пирогымыз дайын болды. Осылай бетіне әсемдік үшін қант ұнтағын қосамыз. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Ал жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығатын осындай керемет алмалы пирогымыз дайын болды. Ас болсын.